Апа, ұршық туралы айтып беріңізші, неден жасайды, неге пайдаланады? Ол ұршықты қарағайдың тосын дейді, үлкен домалақ болып тұрады. Содан жасайды. Содан жасап алып, ұршық жасап алады да, соны әдемілеп жасайтын адам болады ғой. Содан жасап алады да, сол ұршықты саптап, несін кесіп, соны жеп үйрет. Оның ішке жеп үйретін де болады, туған жеп үйретін де болады. Басқұрдың жебі дейді, баудың жебі дейді, соны үйретті. Қабаттап, оны иіріп ап, келектеп, бояп, төртел бояуға. Содан бау тоқиды, басқа тоқиды, алаша тоқиды, соның бәрін тоқиды. Жуан иірілген жіпті неге пайдаланады? Жуан иірілген жіпті, оны енің ана сырмақтың шетіне ойылаған, соның шетіне басады. Одан онша оңқай солақай болады. Оңқай солақай басылмайды. Оңқай солақайын дегенді қалай түсіндіресіз? Оңқай солақай біреуін теріс иіресіп, біреуін оң иіріп ап, сонан екеуін біріктіріп, сырмақты бит шетіне бит тігеді. Тігеді. Суда жіппен тігесің. Суда жіп деген қандай жіп? Суда жіппен түйенің судасы ғой. Оны да иіре ма? Иіреді, оны иіріп, сабақ жіпті тіске қылып иіріп аласына, сонымен тігеді ғой. Бұрын уақытта сонымен тігеді ғой. Жаңағы ұршықтың басындағы домалағы бар ғой, соны қарағайдан жасайды дедіңіз. Тағы неден жасайды? Қарағайдан жасайды ғой. Оны қарағайдан жасайды, үлкен сап тияқта батайды. Тұстаған деп содан жасайды, ұршық жасайды. Сондай жасайды ғой. Сондай жасайды. Ұзын таяқшасын не деп атайды? Оны неден жасайды? Сап дейді, пішпектің сап. Не, сап дейді. Ұршықтың сабы дейді. Сабы дейді. Неден? Тобылғының несінен жасайды, ырғайдан жасайды, ырғайдан. Ырғай ағаш дегеннен жасайды. Апа, ұршыққа байланысты мақал-мәтел, ырым, тиым, сондай не білесіз? Ырым, тиым, ана, қабат адамға жіпті көп иірме болмайды. Баланың мойны, ана кіндігі мойны оралып қалады, деп жатады, иіріппей жатады. Жақсы, апа, рахмет.